Өзіміздің байлығымызды өзіміз шетелге шашып беріп отырмыз. Кішкентай ғана бір қағаздың арқасында. Солай ғой, түрік көп, Қытайға, Америкаға, Европаға, Кореяға. Сіздерді бір танитындай солар. Танымайтты ғой сіздердегілер, барып фанатичне кіріп аласыздар. Бізге тұра ма қазір мына өнімді халыққа жеткізуге мүмкіндік бар ма? Сол арқылы баюға мүмкіндік бар ма? Сол арқылы біз неге сыртқа шықпаймыз, неге кіргізе береміз? Кіргізуді тоқтатайық та, шығайық та бізде сыртқа. Біздің теңгемізге сатып алсында олар. Ақшаны Қазақстанға кіретін уақыты жетті ғой. Қазір байқасаңыздар қоғамда любой мемлекет мына ойын улап жатыр халықтың. Осыны тереңірек ойланыңыздаршы. Қай мемлекет болсын, бірінші адамның ойын улайды, бірінші ақшамен қызықтырып сатып алады, сатқандар барамыз, конечно, солай емес па? Одан кейін мына ой санасына кетеді. Бір 10 жылдан кейін сен әгінің айтқанына жүретіндей өргенге жетесің. 10 жылдан кейін ол саған керетті бастық болады. Сіздер соған дайынсыздар ма? Ертең сіздің балаларыңызды басқа ұлттың баласымен басқарып отырған. Оған сіздер өздеріңіз дайын болып дайындап бердіңіздер халыққа. Өзіңізді дайындап бердіңіз бірінші очередь. Солай ғой. Осы рас па өтірік па? Мына 5 өніммен әлемді жалауға болады. Мен ертең миллиард товарды айтпай қойын кіретін компанияға. 5 өніммен дұрыс философия, идеология болса, әлемді алуға болады. Бүкіл адам тамақ ішеді ғой, бәрі насқазан ауырады. Бәрі паразит. Жетіп жатыр ғой. Біз дәлелдедік пе сіздермен біздер 7 жылдың ішінде? Дәлелдедік.